үлкен алғысын білдірем. Қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, ол жердегі жаңағыдай қызметкерлер, сол мекемедегі, түзелу мекемесіндегі маған жақсы көзбен қарап, ешқандай да ондай заң бұзушылықтар болған жоқ. Аллаға шүкір, содан кейін ғой мені уақытымнан, мерзімімнен бұрын шығарған. Сондықтан құрметті бауырлар, мен сол жерде жатып айтайын дегенім, 95 ән жазған болатын тұғым. 95 ән шығарып келдім. Күшті. Қазір бұл жерде оны айтпай қойып, себебі ол қазір тез таралып кетуі мүмкін. Оны студиямен жұмыс істейміз, Алла қаласа. Ай сайын екі әннен, бір әннен міндетті түрде шығарып отыратын болам. Енді бұрынғы Шағаланы тізе шығып кетті енді. Шағаланы, оған рахмет Шағалада. Біраз менің танымалдыққа ие болдым арқасында. Ендігі әндер ол өзімнің авторлық әндерім. Ешқандай плагиат емес. Алда уақытта кавер әндерді айтатын болам. Құдай қаласа. В общем, жаңалық деген тонып тұр ғой, ішіме сыймай келдім да мен. Ана өнер адамдар шұқиып тұрады деген бар ғой, сол мен ғой сол. Мына жерімнен шұқып тұр ғой кәдімгіше. Енді в общем, бауырлар, Құдай қаласа, жақсы эфирлер күтіңіздер. Алда уақытта үлкен жаңалықтар болады. Біз жақтан дұрыс жаңалықтар, бірақ әндер, бейне баяндар, мынандай жақсы Акетешн продакшн деген әңгімелер. Акетешн продакшн. Әрине дұрыс жағынан приобщить етіп отырамыз ғой, бүйтіп. Кесене алса тартылсай бауырым. Родной бергенде жақындасай деп. Иә. Батылға ертең шығамыз, Құдай қаласа. Батылға ертең